Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдары аясында жазушы, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Бектемирова Нұрила Дәнтайқызы бүгінде 75 жасқа толуда. Жазушының осы жылдардағы көптеген әңгімелер, повестер, жинақтар, хикаяттар, әзіл әңгімелері жарық көрді. Ендеше ғибраты мол қаламгердің біздің кітапхана қорындағы еңбектерімен таныс болуға шақырамын. Жазушының ұялған тек тұрмас жарық көрген тұңғыш жинағында күнделікті ауылдың күйбең тірлігін суреттеу және түрлі тіршілік бақшасында болып жатқан құбылыстар мен өзара байланыстарды әзіл қалжыңмен жеткізу әдісін кеңінен қолданған. Нұрлы өмір, сырлы өмір кітабында қоғамда белең алған өзекті мәселе, жақсы мен жаманның арасын айқындайтын, өмір өзенінде кездесетін адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда отбасылық құндылықтары, ана мен бала тақырыбы баяндалады. Бақыттың білесің бе бағасын жинағында бақытқа жету жолында кездескен тағдыр тауқыметімен өмірдің ащы шындығын суреттеу арқылы қайғы мұңын, күресін айғақтайтын, қонған бақыттың бағасын білу секілді тағылымы мол еңбектері енген. Өмір бір басқа, көңіл бір басқа жинағында өмірдің өзіндік қыры мен сырына сәйкес келе бермейтін, көңіл деген әлемге саяхат жасап, оның кір шалмауына жалпы адами қасиеттерін әсер етуі туралы баяндайды. Сырлы ғұмырлар әлемі кітабында аты айтып тұрғандай, бойжеткен мен бозбаланың тазада кіршіксіз мөлдір махаббаттары, сондай-ақ аяғында сүйіспеншіліктерінің сәтсіздікке ұшырап, ұлы сезімнің тағдыр талқысына түсуі туралы баяндалады. Өмірдің өзі жазған әңгімелер кітабында адам өзінің жан дүниесінде қандай да болмасын мекен етуші түрлі құбылыстарды тек адалдық ақпейіл мен адал еңбекпен жеңе алатындығын дәріптейді. Күн түнекті сейілтеді кітабында абайсызда тура жолдан адасқан кейіпкерлердің жан күйзелісі мен жаман теріс пиғылдылардың жолы жабық болатын автор жария етіп, және сол түнекті сейілтудегі күресі баяндалады. Құрметті оқырмандар, жазушы Нұрила Дәнтайқызының берер тағылымы мол әдеби шығармаларын оқуға шақырамыз. Сіздерді кітапханамызда күтеміз.